Мен сөйлескенде адамдар менің тісіме қарап тұратындай болып көрінетін. 25.000 долларға маған тісіңді емдетесің деді. Яғни не күле алмайсың, не дұрыс сөйлей алмайсың. Сенде мен 10 тісімді шамамен жұлдырып алынып тасталды. Имплантпен коронкаға уход жасау этаптарын көрсеткім келіп отыр. Бұл сіздің тісіңізді толыққанды егеп салынатын тіс. Иісі шыға бастайды. 4 имплант, 28 циркондық коронка қойдырдым. Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің есімім Аяулым. Сіздер менің YouTube арнамдасыздар. Бүгін сіздермен біз тістер жайлы сөйлесетін боламыз. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда 75-80% адамның басында тіспен проблема болады екен. Бұл дегеніміз әр үшінші адамның басында тіспен проблема бар, болған және де бола береді де. Оның бірнеше себептері бар. Ең бірінші, бұл ақпаратты стоматологтардан мен өзім сұрағанмын. Ең бірінші себеп бұл генетика болуы мүмкін. Бұл ең безобидный причиналардың бірі генетика. Ол дегеніміз сіздің ата-бабаңыздан келген, сізге берілген мұра. Яғни сіздің тісіңіз ата-бабаңыздан нашар, өте нашар болуы мүмкін, эрозияға ұшырауы мүмкін, жалпы кальций жетіспеулігі мүмкін, генетика арқылы. Бұл ең бірінші себеп. Екінші себеп бұл гигиена. Жай ғана қарапайым гигиена. Тісті дұрыс тазалау, тісті уақытылы тазалау, тісті дұрыс щеткамен тазалау, дұрыс пастамен тазалау, уақытылы тазалау, бұның барлығы гигиенаға жатады. Біз кіші кезімізден өзіміздің айналамыздағы туыстарымыздан, ата-анамыздан үйренеміз. Және де өкінішке орай кейбір ата-аналар ол нәрсені маңызды көрмеуі мүмкін. Үшінші, бұл питаниедан болуы мүмкін, тамақ жеу, дұрыс тамақ жеу, дұрыс сусындар ішу. Қазір біздің ішіп жеп жатқан тамақтарымыз, сусындарымыз тікелей біздің тісімізге әсер етеді. Және де көп жағдайда өте нашар әсер етіп жатады. Төртінші, бұл осы үшеуінің барлығының қосындысы болуы мүмкін. Менің жолымда осы үш нәрсе бірге қатар жүрді. Менде тісім өте нашар болды. Дәл қазір менде тісім толық емделді. 4 имплант, 28 циркондық коронка қойдырдым. Және де мен өте бақыттымын, өйткені мен бұл нәрсені өмір бақи армандадым. Және де бүгін сіздерге мен осы жолға келуімнің және де жалпы осы емдік шараларымның қалай өткендігі туралы сіздерге баяндап айтып беретін боламын. Шыны керек, көп адамдардың тістерінің емдемей жүруінің себебі бұл қымбатшылық. Стоматологияға барып бір тісті емдеудің өзі, кариесті емдеудің өзі шамамен 25.000-35.000 теңгенің аралығында Алматы қаласында. Және де менің ойымша бұл өте қымбат бір тісті емдеу. Бірақ бір жағынан стоматолог дәрігерлерді түсінуге болады. Олар қаншама уақыт оқиды бұл дәрігерлік жұмысты. Оның үстіне маған стоматологым түсіндіргені бойынша бүкіл емдік материалдардың барлығы, оборудование барлығы бұл шетелден келеді. Қазақстанда өндірілмейді, шетелден келеді, сондықтан да баға сондықтан да қымбат. Жалпы мен өз жолымды айтатын болсам, мен кіші кезімнен бастап менің тісім нашар болды, менде кариес болды. Мен үнемі мектеп кезінде тегін бізде стоматолог болатын, сол стоматологты емделіп жүретінмін. Үнемі кариесімді емдеп, пломба сол емнің барлығын тұжырымдай келе, 11-ші сыныпта мен өзімнің азу тістерімнің жартысы болған жоқ. Өйткені кариестің кесінен, кариес дұрыс емделмегеннен ол пульпитқа айналып, пульпиттің кесірінен менде тісім эрозияға ұшырап, толыққанды көбісі түбімен шіріп кетті. Сол себептен де мен 10 тісімді шамамен жұлдырып алынып тасталды. Ол кезде негізі мен бұл проблеманы қатты түсінген жоқпын. Менің ойымша өйткені менде ентіға дайындық болды, болашақты ойлау, оқуға түсу деген секілді проблемалар болып жүрді. Сол кездегі дәрігерлердің айтуы бойынша менің тісім эрозияға ұшыраған дейді. Тіс құм секілді үгітіледі. Онымен қоса менде алдыңғы 4 тістің өзі кариес болған. Ол кариес тазаланып, оның орнына пломба қойдырылған. Енді елестетіңіз, менде 10 тіс, азу тіс жоқ. Алдыңғы 4 тісім менде пломба.
егер білетін болсаңыздар, егер де сіз тісіңіз жұлынып тасталса, ол жұлынған орын бос тұрады ғой, ол бос тұрған жер құр бос тұрмайды, жан жақтағы тістердің барлығы қимылдайды. Қимылдағаннан кейін сіздің прикусыңыз өзгереді, тісіңіз өзгереді. Солайша менің тістерім кішкене өзгеріп, қисайып, прикусым да ауыса берді. Сол аралықта мен оқуға түстім, журналистика мамандығына, грантқа, Алматы қаласына. Мен білмеймін, шыны керек, ондай комплекспен, тістің комплексімен мен қалай сондай телевидениеда жүрем деп армандауға менің былайша айтқанда наглостьім болды. Өйткені мен тісім былай көрінген кезде мүлдем әдемі болмайтын. Яғни сөйлеген кезде де білініп тұратын. Менің бұл комплексім, мен сөйлескенде адамдар менің тісіме қарап тұратындай болып көрінетін. Яғни не күле алмайсың, не дұрыс сөйлей алмайсың. Сіздер менің алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, мен қалай қысылып, қымтырылып сөйлейтінімді байқаған боларсыздар. Мен толыққанды шешім қабылдадым. Мен тісімнің барлығын емдеткім келеді. Және де оған дейін әрине мен тістерімді де кішкене былай емдетіп, стоматологтарға көрсетіп, әртүрлі шешімдерді, варианттарды қарастырып жүрдім. Бұл тісімді емдей беріп, өзіме әдемі күлкі, әдемі тіс ала алмаймын. Сондықтан да мен толыққанды тісімнің барлығын егеп, имплант салдырып, өзіме коронка қойдырғым келеді. Бұл нәрсе жайлы жақындарыма айтқанда мені райымнан қайтаруға тырысты. Өйткені коронка бұл сіздің тісіңізді толыққанды егеп салынатын тіс. Сіздің тісіңізге жабыстырылады цементпен. Және де бұл былайша айтқанда протез, ұзақ уақыттық протез секілді ғой. Көп адамға ұнай бермейді. То есть оның мағынасы басқаша, оның біраз уақыт өте келетіндегі нәтижесі ешкімге белгісіз. Сондықтан да менің жақындарым ол нәрсені жасатпауды өтінді. Ол нәрсе уақыт өте келе иісі шыға бастайды. Өйткені жаңағы қызыл екпен тістің ортасында бактериялар жинала бастайды. Әрине дұрыс уход жасамасаң кез келген нәрсе құртылады ғой. Сол секілді мені райымнан қайтарумен болды. Бірақ мен үшін дәл қазір мен өмір сүріп жатырмын ғой. Өмір сүріп жатқаннан кейін мен әдемі тістермен, әдемі күлкімен өмір сүргім келеді. Сол нәрсені айтып, мен осы шешімді қабылдадым. Солай Алматы қаласында ең топовый стоматологтармен көрісіп, кездесіп, солардан консультация алдым. Жалпы консультация алу үшін міндетті түрде сіздің тісіңіздің рентген снимогы болу керек. Ол снимогты жасайсыз, сіз стоматолог маманға апарасыз. Снимок не үшін керек? Ең бірінші имплант үшін. Сізге имплант келмеуі мүмкін. Неге? Сіздің тісіңіз ұзақ уақыттан бері жоқ, жұлынған тістің орны ұзақ уақыттан бері бос тұр. Сіздің жақ сүйегіңіз ол сүйек. Сүйек бос тұрса отыра береді. Отыра бергеннен кейін сіздің тісіңіз имплант қоюға жарамай қалуы мүмкін. Сол үшін де міндетті түрде рентген снимокты көреді бірінші имплантолог. Имплантты қоямыз дегеннен бұрын. Мен солай бір распиарені, бір стоматологқа бардым. Және де маған, қалай ойлайсыздар, қанша теңгеге тісімді санап берді? $25,000. $25,000 маған тісіңді емдетесің деді. Мен үшін бұл өте көп сома болды. Негізі әлі күнге дейін маған өте көп сома, бірақ сонда да қазір мен сол сумманы ойласам, әлі күнге дейін депрессияға түсем. Сол $25,000 бетіне қарап отырып, мен күні-түні жыладым. Мен түсінбедім, неге сонша қымбат, неге мен сонда өзіме әдемі күлкі сыйлау үшін бір машинаның ақшасын жарату керекпін деген менде ой болды. Бірақ әрине ешкімнің кінәсі жоқ, бұл жерде кінәлі тек өзім. Ол нәрсеге көп көңіл бөлмей, басқа варианттар іздей бастадым, яғни басқа стоматологияға барып көрдім. Сөйтіп рандомны өзімнің тұрып жатқан районымдағы бір стоматологқа бардым. Жай ғана кіре салдым. Кірдімде айттым, маған осындай ем керек, мен осындай материалдарды қалаймын, мен барлығын білемін. Қалай болады, қанша имплант керек маған, қанша болады, бағасын айтыңыз. Сонымен маған сол стоматологияда бағасын есептеп берді. Бағасы маған ұнады. Шыны керек, ең миға қонымды баға айтты. Және де сапасы бойынша барлығын түсіндіріп берді. Өте сапалы материалдар. Біз емдік шараны бастап кеттік.
Солай қаңтар айында 2025 жылы мен өзімнің тісімді толыққанды емдеп бастадым. Ең бірінші ем шаралары 3 этаппен болды. Имплант салуға дейін. Ең бірінші ол менің тісімді толыққанды әр жаңағы дефектный жерлерін барлығын емдеп алды. Коронка қоятын кезде сізде ешқандай да кариес болмау керек, воспаление болмау керек. Сондықтан да ең жаңағы майда шүйде емдейтін, пломба қоятын жерлерін барлығын емдеп алды. Екінші, менің тісімді толыққанды егеді. Оңай болды, ешқандай ауру сезімі болған жоқ. Неприятно. То есть неприятно өйткені тісіңізді толыққанды жаңағы дрельмен егілген құсап егейді. Шамамен 40 минутта кетті ғой деймін. Өйткені үстін толыққанды менде егеді, және де астыңғы тісімнің алды жағын егеді. Үсті жағын неге толыққанды егеді? Өйткені менде үстінде ешқандай имплант қоятын жер болған жоқ. Яғни тістерім барлығы жеткілікті болды. Имплантты тек қана 2 жақ сүйегіме, мына жаққа 4 имплант қойды. Егеннен кейін маған уақытша тістер салып берді пластмассадан. Ол пластмасса тістерім менің 2 аптадай тұрды. Ол бір рет сынып қалды, мен оны қайттан жасаттым. 2 аптадай тұрғаннан кейін маған өзімнің қазіргі постоянный тістерімді қойып берді. Басында уақытша клейға, уақытша цементке отырғызады. Сіздің жаңағы қызыл иектеріңіз барлығы үйреніп, барлығы уақыт жаңағы отыру үшін уақытша цементке қойып берді. Одан кейін шамамен қателеспесем 2 аптадай жүрдім сол тістермен, астыңғы үстіңгі тістермен. Міндетті түрде рентген снимок жасау керек. Жасағаннан кейін, сүйегіңіздің деңгейін көргеннен кейін сізге врач айтады, имплант бола ма, болмай ма. Одан кейін бізде имплантты таңдау барысы болды. Негізі имплантты таңдау барысы ұзаққа созылған жоқ, өйткені 1-2 ғана таңдау болды. Мен оңтүстік Кореяның имплантын таңдадым. Өйткені оңтүстік Кореяның импланты, именно осы бренд, Қазақстанда сертификаты бар, әлем бойынша сертификаты бар. Сапасы жақсы, 100% сіңімді, 100% емес, 90% сіңімді имплант болғаннан кейін таңдадым. Бірінші сертификатын таңдаңыз, то есть Қазақстанда міндетті түрде сертификаты болу керек. Одан кейін сапасы бойынша, материалы бойынша, және де қаншалықты организмге сіңімді. Неге мен организмге сіңімді деп айтып жатырмын? Өйткені имплант ол индивидуальный нәрсе. Кейбір адамға ол бойына сіңіп кетуі мүмкін, яғни сіздің сүйегіңізге кейбір жағдайларда ол сіңбей қалуы мүмкін. Ол сіздің өзіңізге байланысты, иммунитетіңізге байланысты, тісіңізге байланысты. Солай 2 аптадан кейін менде имплантация болды. Шыны керек, имплантация ем барысындағы ең қиын процесс болып көрінді маған. Менде 2 имплантацияның түрі болды. Бірінші имплантация ол удалениемен жасалатын имплантация, яғни менде бір тісім удаление жасалып, соның орнына бір тістен мгновенно имплантация қойылды. Имплантация 30 минуттың ішінде тез болды, өйткені маған жаңағы анестезия салды. Мен дым сезген жоқпын, барлығы стерильно болды. Менің ойымда имплантация өте жаңағы операция сияқты ұзақ процесс болып көрінді да. Бірақ қызықтың барлығы мен үйге келгеннен кейін басталды. 2 сағаттан кейін менің тісім ауыра бастады. Яғни дуылдап, пульсировать етіп ауыра бастады. Бірақ ол қалыпты жағдай деп айтты маған, түсіндірді. Температура болуы мүмкін деп, температура менде де болды. 2 күнде температура болды, одан кейін жағымның ісінуі, отек болды. Ол 4-5 күндей созылды, бірақ ол да басылды. Ең бірінші қатты сізде әлсіздік болуы мүмкін. Әлсіздік, жағыңыздың ісіп кетуі, қатты дуылдап ауыруы, сізде температура 4-5 күн бойы түспеуі, 39-40 температура түспеуі. Жалпы қатты әлсіздік болатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге көріну керек. Өйткені ол жерге инфекция түсіп кетуі мүмкін, немесе сіздің организміңіз жай ғана имплантты қабылдамауы мүмкін. Олай да болып қалуы мүмкін. Бірақ менің қорққаным ол емес. Менің қорққаным ол ондай симптомдар болмай тұрып, сіздің имплантыңыз орнықпай қалса. Сондай жағдайлар болады, яғни имплантты орнатады. Орнатқаннан кейін 3-4 айдан кейін пациент келеді. Имплантты жаңағы қозғап көрсе, имплант орнықпаған болып шығады. Бірақ мен имплантты қойғаннан кейін 5 айдай жүрдім. 3-6 ай жүру керек, 5 айдай жүрдім. 5 айдың ішіне барлығы жақсарып, қатайып, дұрыс имплант орныққан. Соған мен қатты қуандым.
бұл саған өте үлкен сенімділік береді екен. Өйткені осы уақытқа дейін мен ол нәрсені түсінген жоқпын, ол нәрсені тек қана армандай білдім. Сондықтан да сіздерге де бұл нәрсе бұйырсын, армандап жүрсеңіз. Енді мен сіздерге қазір осы имплант пен коронкаға уход жасау этаптарын көрсеткім келіп отыр. Өйткені бұл өте маңызды. Сіздерде коронка, имплант болса, сіздер өздеріңіздің тістеріңізден де көбірек бұл тістерге уход жасау керексіздер. Өйткені бұл тістер өте нәзік, бұларға бактерия жиналу өте тез, өте жылдам. Сондықтан да бұлардың уходы этап бойынша жасалу керек. Сол үшін қазір мен сіздерге практикада ол нәрсені көрсетемін, қандай материалдар қолданамын, қанша уақыт қолданамын, қай этап бойынша. Сондықтан да менімен бірге қазір сіздер жуыну бөлмесіне барасыздар. Жалпы тісіңізге дұрыс уход жасау үшін міндетті түрде сіздерде ирригатор болу керек. Бұл напоры өте күшті аппарат. Тісіңіздің арасындағы тамақ, бактериялар тұрып қалмас үшін қолдану керек міндетті түрде. Одан кейін тіс арасына арналған осындай кішкентай щетка, кәдімгі тіске арналған щетка және де тіл тазалауға арналған щетка. BRPR компаниясынан мен паста қолданамын, ешқандай фторы жоқ паста. Жалпы менің ирригаторымның 3 режимі бар. Redmond компаниясынан алған себебім өзіңмен бірге алып жүруге де өте ыңғайлы. Көріп тұрғандарыңыздай, напоры өте күшті. Бұл сіздің тісіңіздің арасындағы бактериялар мен тамақтың тұрып қалмауына жақсы әсер етеді. Міндетті түрде тісімізді осы пастамен тазалаймыз. Сіздің щеткаңыз өте жұмсақ болу керек. Тілді міндетті түрде тазалаймыз, өйткені ол жаққа да бактериялар жиналады. Және де ештеңе қалып кетпес үшін осындай тіс арасын тазалауға арналған щетка аламыз. Солай күнделікті мен жатар алдын тісімді 4 этап бойынша тазалап жүремін. Бұл сіздің тістеріңіздің, коронка импланттарыңыздың ұзақ сізге қызмет етуіне әсер етеді. Жалпы осы достар сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Тістеріңіз ауырып жүрсе, жалпы денсаулықтарыңызда бір жерлеріңіз сыр беріп жүрсе, көп ұзамай дәрігерге қаралып, салауатты өмір салтын ұстанып, ауырмай жүріңіздер. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп, міндетті түрде осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған мен Аяулым. Пока!